грант конкурсына қатысу балы мен грантқа өту балы екеуі екі бөлек. Құрметті талапкерлер, көп оқушы осы нәрсені шатастырып жатыр. Бұл осы бірнеше жыл ғана болды шыққанына. Көп оқушылар грант конкурсына қатысу балын грантқа өту балы деп ойлап жүр. Бұл екеуі екі бөлек. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мына жерде менде Excel'імде база бар. Қазақстандағы бүкіл университеттердегі бүкіл мамандықтың грантқа өту, грант конкурсына қатысу балы бар. Яғни ол дегеніміз, мен сіздерге мысалмен көрсетейін. Мысалы 027 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін көрсетейін сіздерге. Мысалы, педагогика және психология мамандығына грант конкурсына қатысу балы 80 балл. Ол дегеніміз, егер сіз 79 балл жинасаңыз, Әл-Фарабидің психология және педагогика мамандығына конкурсқа қатыса алмайсыз. Бірақ басқа университетке қатыса алуыңыз мүмкін. Бұл Әл-Фарабидің өзінің қойып қойған шектік балы. Яғни 80-нен төмен жинаған оқушыларды мен оқытқым келмейді деп, бұл оқушыларды мүлдем конкурсқа қабылдамайды. Енді тағы бір мамандықты көрсетейін. Мысалы, мына жерде үлкен болып тұрған мамандықтар бар екен. Аудиовизуал, мода, дизайн дегенде 110 балл, журналистикада 115 балл. Мысалы, 042 журналистика мамандығында 114 балл болып қалатын болса, шығармашылықтан кейін сіз грант конкурсына да, платный оқуға да қатыса алмайсыз деген сөз. Және мына жерде оқушылардың ең көп таңдайтын мамандықтарының бірі B055 мамандығы, математика және статистика. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті өзіне шектік балл қойған, яғни 89 балл жинағандар менің университетіме осы мамандыққа мүлдем келмесін, мен оларды оқытқым келмейді деп өзіне шектеу қойып алған. Сонда бұл жерде сіз 90-нан ассаңыз ғана грант конкурсына қатыса аласыз. Сосын барып конкурс болады, ары қарай белгілі болады. Сіз 93 балмен түсуіңіз мүмкін, 95-пен түсуіңіз мүмкін, 110-мен түсуіңіз мүмкін, 120-мен түсуіңіз мүмкін. Ол уже конкурстан кейін белгілі болады. Сонда бізде екі түрлі балл бар. Біріншісі ол грант конкурсына қатысу үшін, екіншісі грантты жеңіп алу үшін шектік балдар. Бұл екеуін шатастырмаңыздар. Менде мына жерде база данных бар. Бұл данныйды мен жақында өзімнің Instagram, YouTube каналдарымда толығымен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.